Сәлеметсіздер ме, әріптестер, амансыздар ма? Бүгін мен тағы да әдеттегідей 6 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсындағы адам табиғаттың бір бөлігі экологиялық саяхат деген тақырыптағы сабақ барысында қолданған презентацияммен сіздермен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, каналды қолдап, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз, пікір жазыңыз. Сабақтың мақсаты: оқушылардың табиғат өміріндегі маңызын, оқушылар табиғаттың адам өміріндегі маңызын түсінеді, экологиялық мәселелердің себептері мен салдарын анықтайды, табиғатты қорғауға деген жауапкершілікті арттырады. Келесі: қызығушылықты ояту. Сабақтың басындағы әдеттегідей оқушылардың назарын тақырыпқа аударып алу үшін осы 2 сұрақты қоясыз және оны 2 оқушыдан сұрайсыз жауабын. Бұның бірінші сұрақ: адам табиғаттың бір бөлігі дегенді қалай түсінесіңдер? Екінші: егер табиғат болмаса не болар еді? Осы сұрақтардың жауабын, қысқаша жауабын тыңдап аласыз да, әрі қарай келесі бір оқушыдан тұрғызып, табиғатты қорғауға арналған дәйек сөздерді оқытасыздар. Оның астына түсіндірмесінде жаза кеттім. Ол түсіндірмесінде оқушыларға оқытқызасыз. Сонда дәйек сөзді оқиды, өздері оқығаны дұрыс, және оның мағынасында жақсы түсініп алуға қол жеткізеді. Бірінші дәйек сөз. Бір оқушыдан тұрғызасыз. Мен 6 дәйек сөз келтірдім. Қазір оны өздеріңіз бейнежазба барысында көресіздер. Бірінші дәйек сөз: табиғат тіршіліктің терең тамыры. Бұл Қадыр Мырзалиевтің дәйек сөзі екен. Бұл дәйек сөздің мағынасы табиғаттың адам өміріндегі маңызын көрсетіп тұр. Екінші дәйек сөз: адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та оған тәуелді. Бұл сөз адам мен табиғаттың арасындағы байланысын білдіреді. Біз табиғатпен өте тығыз байланысымыз, табиғат та бізге байланысты. Біздің қолымыздан түрлі қиянаттар жасап, немесе қиянаттар жасап, табиғаттың талай тіршілік иелеріне, өсімдіктерге, жануарларға, басқа да ауаға, ластануға, осындай табиғат ресурстарға біз кедергі келтіруіміз де мүмкін, қамқор жасауымыз да мүмкін. Яғни бір-бірімізге тәуелді екенбіз. Олар да бізге пайдалы, біз де оларға пайдалымыз, тепе-теңдікті сақтап өмір сүруіміз керек дегенді айтып тұр. Бұл жерде деп қоясыз. Келесі үшінші дәйек сөз: табиғатқа құрмет, болашаққа құрмет. Бұл дәйек сөз табиғатты қорғаудың болашақ ұрпақ үшін маңызын атап көрсетеді. Төртінші: көру мен түсіну қуанышы табиғаттың ең тамаша сыйы. Альберт Эйнштейн айтып кеткен екен. Бұл дәйек сөз табиғаттың сұлулығын бағалауға шақырады. Келесі дәйек сөз: таза болса табиғат, аман болар адамзат. Халық даналық екен. Бұл мақалдың мағынасы табиғаттың тазалығы адамзаттың денсаулығына тікелей әсер ететінін білдіріп тұр. Алтыншы: Семей полигоны адамзаттың табиғатқа жасаған ең ауыр қиянатының бірі. Бұл да халық даналығы. Енді осы табиғат пен адам арасындағы байланысқа қатысты, соның ішінде 6-шы дәйек сөзге қатысты қосымша ақпараттарды балаларға бере кету керек. Осындай қосымша ақпараттар балалардың елең етіп сабаққа назарларын бағыттауын, фокусын тақырып төңірегінде ұстауына көмегін тигізеді. Және қызықты мәліметтер, қосымша мәліметтер. Бұны өзіңіз оқып бересіз. Семей ядролық полигонында 1949 және 1989 жылдар аралығында 456 ядролық жарылыс жасалды. Олардың 116-сы ашық түрде, яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде өткізілді. Бұл сынақтар 18 миллион гектар жерді қамтады. Ашық жарылыстардың салдарынан топырақ,
су және ауа құрамында радиоактивті заттардың мөлшері күрт артты. Бұл экожүйелердің бұзылуына және биологиялық әртүрліліктің азаюына әкелді. Одан әрі, сынақтар нәтижесінде жергілікті флора мен фаунаға орасан зор зиян келді. Көптеген жануарлар мен өсімдіктердің түрлері жойылып кетті, немесе мутацияға ұшырады. Мутация сөзінің, яғни терминнің мағынасын айта кетейін, балалар, дейсіз. Бұл тірі ағзаның, адамның, жануардың, өсімдіктің денесінде немесе жасушаларында болатын кездейсоқ немесе сыртқы әсерлерден туындаған өзгеріс. Әрі қарай келесі. Қарапайым тілмен айтқанда, мутация ағзаның қалыпты құрылымындағы өзгеріс. Ол кейде зиянды болуы мүмкін. Мысалы, ауруларға әкелуі, сыртқы пішінді өзгертуі, немесе ұрпаққа берілуі мүмкін. Мысалы, Семей ядролық полигонында жарылыстардан кейін туған адамдардың денсаулығында өзгерістер болған. Бұл мутацияның салдары радиация адам ДНК құрылысын бұзып, түрлі аурулар мен даму кемістіктерін тудырған. Яғни осы Семей ядролық полигонында болған жарылыстардың салдарынан көптеген өмірге келген нәрестелер бір көзді болып туды, кейбіреуінің қол аяғы жоқ, доп-домалақ болып туды, немесе түрлері бет-әлпеті құбыжықтарға ұқсап туды. Сол сияқты екі басты бұзаулар да өмірге келді. Неше түрлі өсімдіктердің де сыртқы пішіндері өзгеріп кетті. Осындай өзгеріске ұшыраған тіршілік иелерінің экспонаттары, жәдігерлері Семей қаласында мұражайда сақталып тұр. Міне, осындай тіршілік иелерінің мутацияға ұшырауына себебін тигізген біздің, яғни біз екі аяқты саналы адамдар екенбіз. Табиғатқа жаңағындай жарылыстар жасап, тіршілік иелеріне көптеген зиян келтірдік. Сондықтан адам да табиғаттың бір бөлшегі, тіршілік иесі. Біз табиғатқа зиян тигізбеуіміз керек. Онымен бірігіп, тепе-теңдікті сақтап, қамқорлық көрсетіп, қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін жағдайда өмір сүруіміз керек екен. Жер бетіне дегі табиғатқа тіршілік келтіретін саналы адамдар ғана, қауіпті адамдар. Түрлі сынақтар жасайды, зерттеу жұмыстарын жасайды. Ал өсімдіктердің табиғатқа тигізетін пайдасы зор. Ол ауаны тазартады, бізге оттегін көп тұтынуымызға таза отты мүмкіндік тудырады. Сол сияқты жануарлар да, құстар да, дала санитарлары, олар да табиғатқа зиян келтірмейді. Бізге жақсы көңіл күй сыйлайды, қорек етеміз біз оларды. Басқа да бізге пайдалы жақтарынан олар бізге көмегін тигізіп жатыр. Тек қана табиғатқа зиян келтіріп жатқан адамзат баласы екен. Міне осыны ұмытпауымыз керек, балалар, дейсіз. Одан кейін табиғаттың маңызы деген мына ақпаратты балаларға оқып тастайсыз. Бірінші, табиғат адамдарға өмір сүру үшін қажетті ресурстарды береді. Яғни ауаны ластауымыз керек, ішетін суымыз таза болу керек, қолданатын топырағымыз да таза болу керек екен. Яғни ол топырақтар жаңағы түрлі сынақтардың, түрлі радиациялық қалдықтардың, өндіріс қалдықтарының әсерінен құнары азайып, жер бетінде қуаңшылық болып, одан жануарлар да қырылады, адамдарға да зияны келеді екен. Табиғат адамдарға руханиятты
табиғатты және денсаулықты көтеруге көмектеседі. Егер шаршасаңыз, табиғаты жайқалған орман тоғайларға, демалатын саябақтарға барып табиғат аясында демалсаңыз, шаршағаныңыз басылып, сіздің шығармашылық қабілетіңіздің артуына табиғаттың берер пайдасы көп. Стресстен, түрлі көңіл күйіміздегі әртүрлі жаңағы біздің бойымыздағы стресстерден, эмоцияларымызды қалыпқа келтіруімізге, стресстерден құтылуымызға табиғаттың берер пайдасы көп. Табиғат адамдарға білім және тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Білім аламыз біз табиғатқа қарап. Жаңа айттым ғой, түрлі ғылыми еңбектер жазамыз, шығармалар жазады ақындар, өлең шығарады деген сияқты. Табиғат адамдарға қоршаған ортаны қорғауға да үйретеді екен. Егер түрлі зерттеулер жасап сынақ көрсетіп, жаңағындай өндіріс қалдықтарын, радиациялық қалдықтарды далаға төгетін болса, сол жердегі жәндіктер, құрт құмырсқалар болсын, тіршілік иелер ғой оларда, өсімдіктер болсын, бәрі де қурап, өліп, өздерінің тіршіліктерін тоқтатады. Міне осыны көру арқылы біз қоршаған ортаны қорғау керектігін түсінуіміз керек. Келесі мазмұнды ақпарат бұл адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Ол жаңа айттым, ауа, су, күн, өсімдік, жануар сияқты табиғи ресурстарға біз тәуелдіміз. Экологиялық мәселелердің негізгі түрлері: ауа және судың ластануы, орман тоғайлардың жойылуы, оларды өртеп, отын ретінде қолданып жатырмыз. Онда орман тоғайлар міне жойылып бара жатыр, азайып бара жатыр. Қалдықтар көбейіп барады. Түрлі пластиктердің, өндіріс қалдықтарын қалай болса солай адамдар төгіп жатыр. Климат өзгерді. Қыста жылымық пайда болып жатыр. Әр 4 мезгіл өзінің жаратылысына қарай бізге өзінің қасиеттері мен пайдасын келтіреді. Қыста мысалы үшін қар жауып шымырлаған аязда ол біздің денсаулығымыздың сақаюына әсер етеді. Түрлі бактериялар өледі де ауа тазарады. Ал кейбір жерлерде қазір қыста болмайтын деңгейге жетті, яғни климат өзгеріп кетті. Анау Антарктидадағы мұз таулары, айсбергтер еріп, көптеген жерде су тасқыны пайда болып, біздің өмірімізге зиян келтіруде. Бұл да адамның қолынан жасалған қастандықтардың, қауіпті жағдайлардың, қауіпті зиянды әрекеттердің салдары. Енді балалар, табиғатты қорғайық деген мына кішкене шағын бейнебаянды көрейік дейсіз де, осыны қосып қоясыз. Қоқыс жәшігіне жанай лақтырылған қағаз бума,сы, ормандағы сейілдеуден кейін қалған консерві қалбыры немесе пластик бөтелке, жүріп бара жатып тастай салған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатын ойланып көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін. Кейін кебеді, тағы суланады, осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды. Дегенмен толық ыдырау үшін 5 жыл қажет. Консерві қалбырын әуелі тат басады, темір жұқарып, сынғыш күйге өтеді. Ақырында толық ыдырап тынады, бірақ 2 ғасырдан кейін. Ал лақтырылған пластик бөтелке 500 жылдан кейін ыдырайды. Сондай-ақ пластик бұл уақыт ішінде ауаға, топыраққа және суға зиянды заттар бөліп шығарып отырады. Сағыз қауіпсіз елеусіз нәрсе көрінуі мүмкін. Ол ыстық күн астында 1 айдай, қоңыр салқын жерде 100 жылдан артық уақыт сақталуы мүмкін. Қоқыс арасындағы ең көп жиналатындар
Шыны ыдыстар мен бөтелкелер. Шыны ыдырамай, ендеше лақтырылған жерінде мәңгі жатуы мүмкін. Қоқыс қоршаған ортаны ғана бүлдіріп қоймай, өсімдіктерді құртып, жануарлардың өліміне себепші болады. Сейіл болған жердегі иіске келген аңдар тамақ иісі сезілген целлофан қалталарды, тіпті шыныларды да жұтып қоюы мүмкін. Ондай заттарды олардың асқазаны қорыта алмайды. Демек, жануар өледі. Ал енді көз алдыңызға елестетіп көріңізші, мұндай ыдыс, бөтелке немесе қалбырлар әлем бойынша миллиардтап саналады. Табиғаттың тірі организмнің қаншасын өлтіруге қауқарлы екенін осыдан біле беріңіз. Мұндай өлімге себепкер болмас үшін демалған орында қалған қоқыстарды жинап, қапшыққа салып, жақын маңдағы қоқыс жәшігіне тастап кету жеткілікті. Топты апат, орман өрті. Қазақстандағы орманды алқап ел аумағының 2% алып жатыр және қорғауға аса мұқтаж. Өрт орманның бірінші жауы. Орманды тып-типыл етуге күн көзінде қалған кішкене шыны бөлшегінің өзі-ақ жетіп жатыр. Күн сәулесі күн көзінде қалған шынына тұтандырғышқа лезде айналдыра алады. Егер оның астында шөп немесе жапырақ болса, өрттен қашып құтылу мүмкін емес, және ол тез таралады. Өрт жер бетімен сағатына 5 км жылдамдықпен жылжыса, жоғарғы жақпен бір ағаштың келесі ағаш басына шарпи жылжуы сағатына 70 км жылдамдықтан асады. Тұжырым жасап көрелік. Осы орманның өсіп қалыптасуына жүздеген жылдар қажет болды. Міне осы бейнебаяннан кейін мына жағдаяттық тапсырманы орындатасыз. Қалдықтармен күрес ортақ міндет деп аталады. Сенің мектебіңнің жанында орналасқан саябақта соңғы уақытта қоқыс көлемі артып, табиғи көрініс бұзылып жатыр. Бұл жағдай оқушылар мен тұрғындардың демалысына кері әсер етуде. Тапсырма. Мәселені анықтау, саябақтағы қоқыс мәселесінің негізгі себептерін атайды. Шешу жолдарын ұсынады балалар. Мәселені шешу үшін қандай нақты әрекеттер жасау керек? Мектеп оқушылары мен мұғалімдер қандай үлес қоса алады? Қоғамдық үндеу жасайды. Осы берілгендерді қолдану. Жергілікті тұрғындарға арналған қысқаша үндеу мәтінін жазыңыз, 3-4 сөйлемнен дәптерлеріне орындайды. Осы жаңағы жағдаяттық тапсырма аясында үндеу жасайды. Одан кейін мынаны оқып бересіз. Бұны тапсырма деген біткеннен кейін, енді мынаны балалар оқып болғаннан кейін, дайындап орындағаннан кейін белгілі уақыт бересіз ғой. Ол уақыт біткеннен кейін оқытасыз. Сонан кейін сол кезде оқытпас бұрын, яғни кері байланыс бермес бұрын тексеріп, бағалау критериін оқушыларға көрсетесіз. Бұл балаларды ғылыми жоба жазуға біршама түрткі болатын әрекеттер. Мына бағалау критериін балалар ескеру керек. Мәселені нақты және толық сипаттау. Ұсынылған шешімдердің тиімділігі мен жүзеге асырылуы. Үндеудің әсерлігі мен түсініктілігі. Міне осылар бойынша балаларға кері байланыс бердіртесіз. Ашып қоясыз да, кім оқиды? Бір мысалы Айгүл оқыса, орнынан Жанатты тұрғызып, Айгүлдің жазған үндеуіне осыларды ескеріп, кері байланыс бергізесіз. Бұл арада оқушылардың бірін-бірі тексеру, бірін-біріне дұрыс пікір айту, ұсыныс айту қабілеттерінің дамуына мүмкіндік туады. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, мына әдеттегідей оқушыларға соткалары болса, смартфондарына өзіңіздің жалпы осы сабақ беретін 6 сынып оқушыларымен чатыңыз болса, жекелеме сол чатқа тастауыңызға да болады. Осының ссылкасын квиздің, тесттің немесе интерактивті панельден 10 сұрақ бұл жерде дайындалған. 10 сұраққа 5 қыздан шақырып орындатып жіберуіңізге болады. Сосын кейін ұл балалар жақсы орындады ма, қыз балалар дұрыс жауап берді ме, соңынан кері байланыс бересіз. Енді соны қосып қояйын.
жұмысшылардың барлықтарын сұраймын. Дұржат жазып отырыңыздар. Бірге отырыңыз, Nasıl okuyor vereyim? Құрметті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы. Осыдан кейін барып сабақты аяқтайсыз. Бұнда мынандай рефлексия жасатасыз. Табиғатқа хат. Оқушылар табиғатқа арналған 2 сөйлемнен тұратын алғыс хат жазады. Оны жинап аласыз. Артынан немесе оқытасыз. Бәрінен жинап алып, келесі жолы да айтуыңызға болады. Қымбатты табиғат, дәптеріне жазғызыңыз. Сен маған өмір сыйлайсың. Мен сені қорғаймын деген сияқты, бірақ бұны көшіріп алу міндетті емес, әркім өзінің ойындағысын жазады. Сосын кейін балаларға кері байланыс беріп, рахмет айтып, алған білімдерін өмірде қолданып жүру керектігін ескертесіз де келесі сабаққа шығарып саласыз. Сізге де рахмет, бір келгіңізге жарасын, тарата отырыңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап отыруыңызға шақырамын.